Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз подагра ауруын қалай емдеуге болатыны жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыз. Подагра грек тілінен аяқ үшін қақпан. Организмде зат алмасу процесінің бұзылуынан қанда несеп қышқылының артуы мен оның тұздарының буындарда дене мүшелерінің басқа тіндерінде жиналуынан пайда болатын созылмалы ауру. Подаграның дамуына жиналған урат, яғни несеп қышқылының тұздары, түйіршіктердің организмнен шығаратын әртүрлі ферменттер қызметінің бұзылуы, сондай-ақ ет және майлы тағамдарды, бұршақты көп пайдалану, ішімдікті мөлшерден көп ішу, аз қозғалу себепші болады. Подаграның тұқым қуалайтын түрлері де бар. Достар, осы айдың аяғына дейін каналды 1000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздердің кішкентай ғана әрекеттеріңіз біздердің жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Подаграмен әдетте 40 жастан асқан ер адамдар жиі ауырады. Аурудың белгісі бірнеше буындардың қабынуынан, артрит аяқ астынан негізінен түнде басталады. Ең алдымен аяқтың бармағы, әдетте бас бармағы зақымданады. Зақымданған буын ісініп, терісі қызарады. Дене қызуы 38-40 градус Цельсийға дейін көтеріліп, қалтырайды. Дерттің қозуы бірнеше күнге созылады. Ұстаманың қайталауы жиілей берсе, ауру созылмалы түріне ауысады. Бұл кезде тері астына жиналған урат түйіршіктері түйін болып, негізінен шынтақ пен тізе буындарынан бұлтиып көрінеді. Урат түйіршіктерінің бүйрек тіндерінде жиналуы да жиі байқалады. Бұл өте қауіпті, себебі несеп шығару жолдарында тас жиналу процесі жылдамдайды. Емі ауырғанды басатын дәрі-дәрмек қабылдау, сұйық тағам және минералды су ішіп, курортта арнайы ем қабылдау. Сондай-ақ дәрігердің нұсқауымен физиотера, подагра ем, массаж жасалады. Подаграны емдеу кезіндегі диета. Кеселді халық емімен емдеуді бастамас бұрын диетаны дұрыстап алу керек. Себебі ағзамыздағы несеп қышқылдары кристалдарының түзілуі біздің тамақтануымызға тікелей байланысты. Анығырақ айтқанда, подаграның пайда болуына пуриндердің әсері де болуы мүмкін. Пуриндер жануарлар майында өте көп болады. Ішімдікке тым жақын адамдар да бұл кеселге душар болуы мүмкін. Ол ағзадағы урат кристалдарының шығуына кедергі жасайды. Подаграны емдеу кезінде жануар майы көп қосылған тамаққа жоламау керек. Сардиндер мен шпроттар, майлы ет пен балық, түрлі сүрленген нәрселер және консервілер. Емдеушінің рұқсатымен аптасына 200-300 грамм суға пісірілген ет қана жеуіне болады. Сорпасына тіпті жоламаңыз. Тұздың мөлшерін азайту керек. Подаграны емдеу кезіндегі күндік нормасы 1 грамм ғана болғаны жөн. Өсімдік майына, әсіресе зәйтүн майына ауысыңыз. Онда да нысап керек. 10-30 грамм тәулігіне болса жетеді. Халық емімен емделген кезде науқас шоколад, какао, шай, кофе, шпинат сияқты нәрселерді де көп мөлшерде тамақтыққа қолдануына болмайды. Бұларда да көп мөлшерде пуриндер бар. Сондықтан тым болмағанда бұндай тамақтардан мөлшерін азайтып, айран, сүт, шұбатты ішуді көбейту керек. Оларды молынан қолдана берсеңіз, тым жақсы болып кетесіз. Жеміс-жидектердің пайдасы да орасан зор. Подагра кезінде нан, макарондар, картофель, жұмыртқа, жидектер жей беруге болады. Өте көп пайдасы бар нәрсе қызанақ пен цитрустық жемістер. Бұларда пуриндер өте аз болады. Ескертетін бір жайт, толық адамдарға ем кезінде төменгі калориядағы диетаны сақтаса да, аштыққа бой алдырмау керек. Аштық кезінде қандағы несеп қышқылының мөлшері көбейіп кетеді де, кеселі асқына түседі. Ал ендігі кезекте бірнеше халық емін қарастырайық. Балық етінен жасалатын компресс. Бұл әдіс өкше мүйізденіп кеткенде жақсы көмектеседі. Балықты суреттегідей даярлап алып, 2 килограммнан 10 бөлікке бөліп, целлофанда тоңазытқышта ұстаймыз. Ұйықтар алдында бір бөлігін шығарып, еріген соң сүйек томпайған жерге тартып,
үстінен пакетпен байлап тастау керек. Үстінен жылы шұлық киген дұрыс. Ертесіне компрессті шешіп, аяқты жуыңыз. 10 күн өткен соң қақсағаны қою керек. Тым болмағанда бәсеңдейді, асқынбайды. Келесі ем аспирин дәрісінің көмегімен подаграны емдеу. Бұл әдіс подаградан сізді үзілді-кесілді емдемесе де қабынуға қарсы тұрып, жаныңызды тыныштандырады. Бір уыс дәріні талқандап, талқанның мөлшері жарты стақан болсын. Оған азырақ су қосыңыз және біраз қасық зығыр тұқымын, яғни льняные семена қосып араластырыңыз. Әбден қоюланып, жақпамайға айналғанша араластырыңыз. Осылайша жасалған жақпамайды ауырған жеріңізге түн асыра тартып тастаңыз. Үстінен полиэтилен қойып, шүберекпен байлап тастаңыз. Әдетте, ертесінде жеңілденіп қалғаныңызды байқайсыз. Орыс халқының ежелден келе жатқан жақпамай жасау әдісі. Үйде жасалған тұздалмаған сарымайды және спиртті бірдей мөлшерде аламыз. Сарымайды табада көпіршіктенгенше қыздырып, ерітеміз де аса сақтықпен үстіне спирт құямыз. Әрі қарай аса үлкен сақтықпен спиртті жағамыз да түгел жанып кеткенше күтеміз. Ендігі жерде түзілген жақпамайды, мазды бір ыдысқа жинап алып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Ауырған жеріңізге осы жақпамайды сіңдіре жағыңыз. Жылы жерге жақын отырып, жасағаныңыз дұрыс. Камин, жылытқыш, жылыту батареяларының жаны. Ауырған тынышталғанша майды сіңіріп жаға беріңіз. Пияз сорпасы немесе қайнатпасы. 2-3 пиязды қабығымен қоса тазалап жуған соң, 1 литр су құйып, отқа қойыңыз. От тым қатты болмасын. Пияз әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Даяр болған соң, қайнатпаны сүзіп алып, күніне 1 стақаннан 3 рет тамақ алдында ішуіңіз керек. Емделу мерзімі 10-15 күн болғанда үзіліс жасалуы керек. Бұл әдіс буындағы подагралық қақсауларды жақсы емдейді. Буын қақсай бастағанда ақ, осы әдісті 1-2 рет қайталаған дұрыс. Арасында үзіліс жасалғаны дұрыс. Тағы да бір рецепт подаграны йодпен емдеу. Йод подаграны емдеудегі қолданылатын ежелден келе жатқан өте тиімді нәрсе. 10 мл йодты алып, оған 5 таблетка аспиринді ерітеміз. Нәтижесінде алынатын сұйықтығымыздың түсі мүлдем түссізденіп кетеді. Осы сұйықтықпен ауырған буындарды сылап тастаймыз. Үстінен жылы қолғап немесе шұлық киген дұрыс. Сол сияқты бұл кеселге аяққа жасалатын йод қосылған булау да өте пайдалы. 3 литр жылы суға 3 шай қасық ас содасы және 9 тамшы йод қосасыз. Ықтиятпен үзбей жасалған мұндай булау тұздар жиналған буын томпақтарының кішіреуіне кей жағдайда мүлдем жоғалуына себеп болады. Мақала танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Осы видеоны достарыңызға және туыстарыңызға жіберіп, олардың да денінің сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Деніңіз сау болсын.